Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біздің 10-шы сабағымыз present simple-ға қатысты, яғни present simple-дың ішінде әрекет жоқ сөйлемдерге қатысты. Әрекет жоқ сөйлемдері деген олар не? Егер де сіз алдыңғы видеоларды көрмесеңіз, қысқаша айтып кетейін. Әрекет жоқ деген яғни ол жерде am is are бар, осы үш жетістік, басқа етістіктер жоқ. Осы am is are бар етістіктер сөйлемдерді біз present simple-да әрекет жоқ деп айтамыз. Жарай ма? Сол, егер де алдыңғы видеоларды көрмесеңіз, түсінбей жатсаңыз, мен айтып жатқан материалды, онда әрине алдыңғы бірінші 3-4 сабақтағы теорияны көріп жіберіңіздер. Бүгін біз кішкене сөйлемдерімізді, яғни практикаға қатысты сөйлемдерімізді кішкене қиындатамыз. Біз осы уақытқа шейін тек қана есімдіктерді қолданғанбыз, ал енді есімдіктердің орнына біз зат есімдерді, адамдардың есімдерін қолдана бастаймыз. Мысалы, he-дің орнына мерейді қолданамыз, she-дің орнына мақпалды қолданамыз, сол секілді. Жарай ма? Сол, мысалы, бізде бірінші сөйлеміміз Мерей is a teacher. Мерей is a teacher. Оны біз бүгін, алдыңғы уақытта біз Мерей is a teacher деп жазбайтынбыз. Біз he is a teacher деп жазатынбыз, he is a teacher. Енді сол he is a teacher-дің орнына біз Мерей is a teacher деп айтамыз. Жарай ма? Қараңыздар, тағы осындай, мәселен, Мерей осындай қате кетеді. Мерей he is a teacher деп жатады. Яғни Мерей адам есімін қолданды, содан кейін he ол деп жатыр. Екеуі бір ғой, Мерей мен he екеуі бір ғой. Сол үшін оны екеуін екі рет қайталаудың қажеті жоқ. Яғни Мерей деп айтасыз, болмаса he деп қоясыз. Сонда мына біріншісі дұрыс, болмаса бұл дұрыс. Ал мына үшіншісі бұл қате. Жарай ма? Осыны біліп жүріңіз. Әдетте осы қате кездесіп жатады. Мерей he is a teacher. Болмаса Мақпал she is a student болады. Мысалы, Мақпал she is a student. Бұл қате. Wrong деп қояйық. Қате. Wrong. Қате. Right. Дұрыс. Right. Дұрыс. Осы үш нәрсені біліп жүріңіздер. Үш нәрсе дептім ғой? Екі сөйлемді. Кеттік, бастаймыз. Енді келесі Мерей мұғалім ба? Мерей мұғалім ба? Қалай болады? Мерей мұғалім ба? Is Merey a teacher? Is Merey a teacher? Арт жақтағы балалардың дауыстарын естісеңіздер айып етпейсіздер. Үйде карантин, қазір енді сондай болып тұр. Жағдай айып етпейсіздер, бірақ сіздер үшін видеоны қай жерде болса да үйімізде, квартирамызда ас үйде отырсақ та жасап жатырмыз, тырысып. Сонда келесі сұрағымыз. Is Merey a teacher? Мерей мұғалім ба? Is Merey a teacher? Is Merey a teacher? Тоқаев президент. Тоқаев президент. Қалай айтады? Тоқаев президент. Етістікті ұмытпаңыз. Тоқаев is a president. Тоқаев is a president. Тоқаев is a president. Тоқаев is a president. Тоқаев президент ба? Сұрақ. Тоқаев президент ба? Is Тоқаев a president? Is Тоқаев a president? Is Тоқаев a president? Келесі сөйлеміз. Осыны аударыңыздар. Практика ғой. Бұл жерде мен айтқан соң қазақшасын сіздер ағылшыншасын айтуға тырысып көріңіздер. Дауыстап айтып көріңіздер. Сонда жақсы болады. Нұр үстіне нұр. Мақсатпен алмас студенттер. Мақсатпен алмас студенттер. Мақсатпен алмас студенттер. Қалай болады? Мақсат and алмас are students. 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 Әдетте осындай қате көріп жатам. Мақсат and Алмас. Сіз осындай қате жасадыңыз ба? Көрейік. Students дей салайық. Мақсат and Алмас students. Бұл қате, wrong деп жазам. Wrong деген ол қате деген білдіреді. Не үшін? Себебі сіз бұл жерде үлкен қате жасадыңыз. Қателік.
етістікті яғни ұмытып кеттіңіз. Етістікті ұмытып кету ол сөйлемді қате қылады, иә? Сонда мақсат and алмас, is деп тұрмын мен. Are болады, иә? Are. Себебі екі адам тұр. Мақсат and алмас are students. Мақсат and алмас are students. Тікелей қазақ тілінен аударуға болмайды. Мысалы, мақсат және алмас студенттер дейсіз, иә? Тура осыны жаңағындай айтқандай қателікпен аударып жатады. Ол дұрыс емес. Яғни ағылшын тілінде міндетті түрде кем дегенде бір етістік болу керек. Егер де етістік болмаса, онда ол сөйлем қате болады. Келесі сөйлеміз. Мақсатпен алмас студенттер ме? Мақсатпен алмас студенттер ме? Are мақсат and алмас students. 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 Келесі. Келесі. Бисмилля. Жалғастырайық. Қаныш әке ма? Қаныш әке ма? Қаныш әке ма? Is Kanish a father? Is Kanish a father? Қаныш әке ма? Мақпал ана. Мақпал ана. Болымды сөйле. Мақпал ана. Мақпал is a mother. Мақпал is a mother. Мақпал is a mother. Yeah? Енді келесі. Мақпал ана ма деп сұрақ сұрап жатырмыз. Мақпал ана ма? Қалай болады? Мақпал ана ма? Is Мақпал a mother? Is Мақпал a mother? Is Мақпал a mother? Қайталап отырыңыздар. Мирас бауыр. Мирас бауыр. Көрдіңіз бе? Қазақшада мирас ол бауыр деп айтамыз. Олды біз хиға ауыстырып жетеді. Олай болмайды. Сонда мирас бауыр, ол етістік жоқ қазақшада, ал ағылшында міндетті түрде болу керек. Сол үшін мирас is a brother дейміз. Мирас is a brother. Мирас brother десек, ол қате болады. Қате, wrong, қате. Сонда дұрысы Мирас is a brother. Мирас is a brother. Мирас is a brother. Мирас ол бауыр. Келесі. Мирас бауыр ма? Мирас бауыр ма? Қалай болады? Мирас бауыр ма? Айтып отырыңыздар дауыстап. Is Мирас a brother? Is Мирас a brother? Is Мирас a brother? Мирас бауыр ма? Is Мирас a brother? Келесі. Мирас Жәнібек және Айдар бауырлар. Мирас Жәнібек және Айдар олар бауырлар. Қалай болады? Мирас Жәнібек және Айдар олар бауырлар. Мирас Жәнібек және Айдар олар бауырлар. Мирас, Айдар and Жәнібек are brothers. Мирас, Айдар және Жәнібек бауырлар. Мирас, Айдар and Жәнібек are brothers. Мирас, Айдар, Жәнібек бауырлар ма? Сұрақ сұрап жатырмыз. Мирас, Айдар, Жәнібек бауырлар ма? Мирас, Айдар, Жәнібек бауырлар ма? Are Мирас, Айдар and Жәнібек brothers? Are Мирас, Айдар and Жәнібек brothers? Are Мирас, Айдар and Жәнібек brothers? Келесі. Қайрат ата. Қайрат ата. Қайрат дедушка дейміз ғой. Енді қазақша аударсақ Қайрат ол ата дейміз. Келесі. Қайрат ол ата. Қайрат is a grandfather.
Қайрат is a grandfather. Қайрат ол ата. Қайрат is a grandfather. Қайрат is a grandfather. Қайрат ол ата. Қайрат is a grandfather. Yeah? Қайрат is a grandfather. Болмаса, оны осылай жазсаңыз болады. Қайрат is a grandpa. Па деген папа ғой, папа. Бірақ grandpa деген ол ата деген сөздің қысқартылған түрі. Сонда Қайрат is a grandpa болады. Қайрат is a grandfather болады. Келе ме? Айтып отырыңыздар, қайталап отырыңыздар. Келесі сөйлеміміз Салтанат ол әже, Салтанат ол, апа, Салтанат ол апа. Олды қоспаймыз, қайтын айтам. Салтанат апа, Салтанат ол апа. Сөйлем құрып тұрмыз. Олды қоспаймыз бірақ. Салтанат is a grandma. 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 Келесі. Қайрат ол атама. Қайрат ол атама. Келесі сөйлеміміз ол Салтанат апама. Салтанат апама. Қалай болады? Салтанат апама. Сұрақ жатырмыз. Салтанат апама. Сұрақ is Салтанат a grandma. Is Салтанат a grandma? Салтанат апама. Қайрат атама. Қайрат атама. Қайрат ол атама. Is, айтып көріңіздер, is Қайрат a grandpa. Is Қайрат a grandpa. Достар, осылай бір ережені ұмытпаңыздар. Яғни біздерде есімдер келеді ғой, адамдардың есімдері Салтанат, Қайрат деп. Осы есімдердің алдында article an мүлдем қоймаймыз. Жүре ме осыны? Салтанат, Қайрат деп олай қоймаймыз. Жүре ме? Бұл дұрыс емес. Ұмытпын. Өте кен тараған қатен айтып жатырмын ғой, соны жасамаңыздар. Келесі. Серік таксист. Айтып көріңіздер, ағылшынша қалай болады? Серік таксист. Серік is a taxi driver. Серік is a taxi driver. Серік ол таксист. Серік ол таксист. Серік is a taxi driver. Серік is a taxi driver. Серік таксист ба? Сұрақ. Серік ол таксист ба? Is Серік a taxi driver? Is Серік a taxi driver? Анар ол сатушы. Анар ол сатушы, дүкендегі сатушы. Анар is a shop assistant. Анар is a shop assistant. Анар is a shop assistant. Анар ол сатушы. Анар ол сатушы ма? Сұрақ сұрап жатырмыз. Анар ол сатушы ма? Анар ол деп тура тікелей аудармасыздар, анар ши деп. Кеше айтып кеттім, осы алдында айтып кеттім, екі рет анар мен шиді қолдануға болмайды. Анар сатушы ма? Is анар a shop assistant. Is анар a shop assistant. Is анар a shop assistant. Келесі сұрағымыз. Ержан мен Елжан балалар. Ержан мен Елжан балалар. Қалай болады? Ержан мен Елжан балалар. Ержан and Елжан are children. Ержан and Елжан are children. Ержан and Елжан are children. Ержан мен Елжан балалар ма? Сұрақ сұрап жатырмыз. Ержан мен Елжан балалар ма? Are Ержан and Елжан children? Are Ержан and Елжан children? Are Ержан and Елжан children?
Келесі. John ол бала. John бала. John ол бала. Олды қоспаймыз, қайтадан айтайын. John ол бала. John is a child. Сонда child біреу, children көпше түрі. Сонда John is a child. John is a child. John ол бала ма? John. Енді орысша John дейді, орысша айтқанда, қазақша айтқанда John. Ағылшынша John дейді. Johnson and Johnson. John. Сонда John ол бала ма? Is John a child? Is John a child? Is John a child? Is John a child? Biz официантпыз. Biz официантпыз. We are waiters. We are waiters. Biz официантпыз. We are waiters. Biz официантпыз. Biz официантпыз. Biz официантпыз ба? Biz официантпыз ба? Biz официантпыз ба? Қалай болады ағылшынша? Are we waiters? Are we waiters? Are we waiters? Are we waiters? Biz официантпыз ба? Келесі сөйлем. Мишель ол пенсионер, ол зейнеткер. Мишель ол зейнеткер. Michelle is a pensioner. Michelle is a pensioner. Michelle ол зейнеткер. Michelle is a pensioner. Michelle is a pensioner. Michelle ол пенсионер ма? Michelle ол зейнеткер ма? Is Michelle a pensioner? Is Michelle a pensioner? Michelle ол зейнеткер ма? Is Michelle a pensioner? Сен зауыт жұмысшысың. Сен зауыт жұмысшысың. Болымды сөйлем, иә? Сонда. You are a factory worker. You are a factory worker. Сен зауыт жұмысшысың. You are a factory worker. Келесі. Сен зауыт жұмысшысың ба? Сен зауыт жұмысшысың ба? Are you a factory worker? Are you a factory worker? Are you a factory worker? Jackson ол сарбаз, ол солдат. Jackson ол сарбаз. Jackson is a soldier. Soldier деп оқымаңыздар. Dear дұрыс емес. Soldier. Soldier. Jackson is a soldier. Jackson is a soldier. Jackson is a soldier. Jackson is a soldier. Келесі. Jackson ол сарбаз ба? Jackson ол сарбаз ба? Олды қолданбаймыз, қайтын айтайын. He деп қолданбайсыздар. Is Jackson a soldier? Is Jackson a soldier? Jackson ол сарбаз ба? Is Jackson a soldier? Is Jackson a soldier? Is Jackson a soldier? Is Jackson a soldier?